Бәріңізге сәлем. Бүгін мен сізге жаңа жобаны көрсеткелі отырмын. Бұл үшін бізге 2D объектілермен тереңдетілген жұмыс жасауымыз керек. Ол үшін бізге экструд құралының көмегіне сүйенеміз. Және жаңа құрал паттернмен танысамыз. Бірінші 2D дөңгелекті таңдаймыз. Диаметрін 100 мм-ге тең қыламыз. Міне дөңгелегіміз бар. Дөңгелектің сыртқы жағынан тағы бір кішігірім дөңгелекті саламыз. Ол үшін кішігірім дөңгелектің диаметрін 10 мм-ге тең қыламыз. Біз қарастырмаған трим деген құрал бар. Трим бұл керек емес скетчтің бөлігін кесіп алады. Үлкен дөңгелектің ішіндегі кішкентай дөңгелектің жарты бөлігін трим арқылы кесіп тастаймыз. Енді мен алттылығым жан жағынан сынық болмай, жарты дөңгелегім үлкен дөңгелек негізінде айналдырылғанын қалаймын. Ол үшін мен жарты дөңгелегімді тышқанмен таңдап, Circular Pattern функциясын шертеміз. Sketch point ретінде үлкен дөңгелектің центрі етіп таңдап аламыз. Sketch Titles ретінде біз жарты дөңгелекті таңдап аламыз. Сонда бізде үлкен дөңгелектің айналасында 3 жарты сфералар пайда болды. Мұндайдың бізге 30-ы керек. Енді бізге кедергі болатын бөлшектерді алып тастаймыз. Ол үшін Trim функциясын қолданамыз. Қызылмен белгіленгендерді таңдаймыз. Артықтарын бөлек-бөлек алып тастаймыз. Соңында осындай объект шықты. Экструд көмегімен оның биіктігін 6 мм-ге тең қыламыз. Керек емес скетчті Hide скетчпен алып тастаймыз. Скетч автоматты түрде кетіріледі. Енді шығындар туралы ойланайық. Осы объекті шығарған кезде мен пластиктің шығынын азайту керек екендігін білдім. Ол үшін объектінің ішкі бөлшегін экструд көмегімен 3 мм-ін қиып аламын. Осындай кесілім пайда болды. Осы кесілім материалды үнемдеуге мүмкіндік береді. Тағы бір материал үнемдеудің басқа тәсілін қарастырайық. Ол үшін мынадай тәсіл қолданайық. Диаметрі 10 мм болатын шеңбер жасап, содан кейін Circular Pattern таңдаймын. Sketch point таңдалған шеңбердің ортасы оның ішіндегі цилиндрі ортасы болып таңдалады. Sketch Titles 3 дөңгелек береді. 8-ін жасап көрейік. Біздерге олардың белгілеп қойып, экструд құралының көмегімен ішіне қарай кесілгенше кішірейтуіміз керек. Sketch, Hide скетч көмегімен алып тастаймыз. Осындай алттылық пайда болды. Енді тағы да үнемдеп көрейік. Осындай бір цилиндр қояйық. Цилиндрдің ішіне, ортасына тағы бір цилиндр размері 10-10. Аздап биіктігін көбейтіп, соны алттылықтың ішкі бөліміне қояйық. Оны алдын ала көшірмесін түсіріп аламыз. Содан кейін сабстрактың көмегімен цилиндрді кесіп аламыз да, соңында осындай алттылық пайда болды. Бұл біздің әрі қарай жұмысымызға керек болады. Бүгінше осы. Сау болыңыздар, сәттілік.